Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта қыз тақиясын тігіп үйренейік. Ол үшін фетр матадан өлшемі 50 сантиметрде 6 сантиметр болатын тік бұрышты 4 бұрыш, ал тақияның төбесіне диаметрі 16 сантиметр дөңгелек қиып алдым. Негізгі сыртқы жағына қызыл велюрден сол фетр өлшемдеріне тігіске 1 сантиметр қалдыра өлшеп қиылады. Астарына арналған бөз мата өлшемі де қызыл матамен бірдей болады. Алдымен фетр матадан тақияның жанын бір-біріне қосып, сосын төбесін айналдыра қолмен тігіледі. Қызыл велюрге дайын оюды бастыра тігім машинкасымен тігіп алған жөн. Сосын жаны мен төбесін айналдыра тігіп болған соң, астардың ақ матасы да айналдыра қосылып тігіледі. Сыртқы велюр матаны жақсы бекіту үшін ішкі жағынан тігіп қойса жақсы болады. Қазақ ғұрпында бас киім көріктілік пен сәнділікті, баршылықты білдіретін қасиетті киім. Әйелдердің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты ерекшеленген. Жаздың күні тұрмысқа шықпаған қыздар түрлі түсті жібек, барқыт, мақпалдан тігілген, төбесі жайпақ, дөңгелек тақия киген. Қыста ауқаттылар кәмшат бөрік киген. Бойжеткендер мен қыздар зере, тақия, төбетай, қарқыра бөріктердің төбесіне үкі таққан. Себебі қазақ наным сенімінде үкі құсы киелі саналады. Қыздардың тақиясы қызыл, күлгін, жасыл, бір түсті шұға, барқыт, мауыты сияқты кездемелерден, өңді маталардан қабатталып сырылып тігіледі. Тақияны қымбат матадан тіккен. Қыздардың тақиясы міндетті түрде үстіндегі камзолға, бешпентке сәйкес келуге тиісті. Етегі жоғарғы бөлігі алтын немесе күміс паршамен оюланып, сәнді жіптермен тақияға зер төгіледі. Қазақтың үкідей үлбіреген, тотыдай таранған деп қыздарды әспеттеуі содан шыққан.